Қайырлы күн достар. Қыста рахаттанып отырып жейтін осындай бір дәмді салат жасайтын боламыз. Қияр, капуста қосылған. Видеоның маңызды сәттерін жіберіп алмас үшін үзбей соңына дейін қараңыздар. Ал бізге қажетті заттарымызды алдын ала дайындап аламыз. Помидордың осындай сопақ түрін алдым. Және бір качан цветной капуста, бір пучок кинза, бір пучок укроп және бір головка чеснок тазалап аламыз. Одан кейін 3 дана полугоркий бұрыштан және қияр қажет болады. Келесі болгарский перістан 3 данасын алдым. Осыларды енді алдын ала жуып, тазалап дайындап қоямыз. Помидорымызды мясорубкадан өткізу үшін ыңғайлы етіп 4 бөлікке бөліп, барлық помидорымызды мясорубкадан алдын ала өткізіп аламыз. Осы рецептке қажетті заттардың барлық мөлшерлемесін видеоның астына описаниядан көре аласыздар, сол жерге жазып қойдым. Осылай помидорымызды барлығын мясорубкадан өткізіп аламыз. Менде осылай чашкамен 2 полный чашка шықты. Одан кейін жаңағы полугоркий перецімізді да ыңғайлы етіп турап, барлығын мясорубкадан өткізіп аламыз. Ал жаңағы тәтті болгарский перецті оны ұсақтап турап қосатын боламыз салатқа. Құрметті көрермендерім, осы қазақ тіліндегі YouTube каналымыздың дамуына аз да болса өз үлестеріңізді қосып, лайк басып, комментарий бөлімінде өз пікірлеріңізді жаза кетсеңіздер болады. Мінекей осылай бұрышымызды мясорубкадан өткізіп алғаннан кейін, артынан іле-шала осы мясорубкадан жаңағы бір уыс чесногымызды да өткізіп алатын боламыз. Мясорубкаларыңызды жумай-ақ осылай артынан чеснокты да өткізіп пайдалана берсеңіздер болады. Барлығы бір салатқа қосылады. Келесі осы цветной капуста деп айтады. Осындай капустаны алып, осылай видеодағыдай бөліктерге бөлетін боламыз. Және үлкен бөліктерін ортасынан бір-бір бөліп, ұсақтап турап алатын боламыз. Бұрын-соңды жасап көрмеген болсаңыздар, міндетті түрде осы капустаны қосып жасап көріңіздер. Дәмі өте керемет, дәмді болып шығады. Салатқа да түрін беріп, әдемі болып тұратын болады. Құрметті көрермендерім, алдыда жаңадан видео рецепттермен бөлісетін боламын. Сол үшін төмендегі подписаться батырмасын басып, каналға тіркеліп қойды ұмытпаңыздар. Қайнаған қызанағымызға жаңағы мясорубкадан өткізген полугоркий бұрышымызды салып, аздап қайнататын боламыз. Енді қиярымызды да осылай дөңгелек етіп, барлығын турап алатын боламыз. Құрметті көрермендер, егер сіздерге осы видео ұнап жатқан болса, пайдалы болса, достарыңызбен әлеуметтік желілерде бөлісіп қойсаңыздар да болады. Келесі тәтті бұрышымызды да осылай соломка етіп тураймыз. Достар, егер сіздерде осындай қысқа дайындалатын дәмді салаттардың рецептісі бар болатын болса, комментарийға жазып бөлісе кетіңіздер. Мінекей помидорымыз жақсы қайнап жатыр. Енді орташа отта салатымызды дайындайтын боламыз. Дайындап қойған, турап қойған капустамызды салып, араластырып қайнататын боламыз. Одан кейін жаңағы турап қойған қиярымызды да қосып, бірге қайната беретін боламыз. Осылай жақсылап, асықпай араластырып тұратын боламыз. Міндетті түрде араластырып тұрыңыздар, біргелкі қайнап, біргелкі дайындалу үшін. Енді осылай араластырып алғаннан кейін үстіне жаңағы турап дайындап қойған тәтті бұрышымызды салып, оны да асықпай жақсылап араластыратын боламыз. Келесі кезекте чесногымызды қосатын боламыз. Мясорубкадан өткізіп дайындап қойған. Тағы да жақсылап араластырып, шамамен 5 минуттай қайнататын боламыз. Салаттың дайындалу уақыты шамамен 40-45 минут уақытты алады. Осы уақыттың ішіндегі заттар барлығы қайнап піседі. Бізге қатты көп қайнатып, езіліп кеткені керек емес. Сондықтан көп қайнатпаңыздар. Дәміне қарай тұзын саламыз, одан кейін міндетті түрде қант қосатын боламыз. Дәмін, тұзын біраз уақыт қайнағаннан кейін барып білсеңіздер болады. Аз болып жатса, аздан тағы да қосып, араластырып, барып тағы да көріңіздер дәмін. Тұзы ашты болып кетпесін. Одан кейін сұйық майымызды құятын боламыз. Сіздерге айтқанымдай мөлшерлемесін барлығын видеоның астында тізіп жазып қойдым. Сол жерден көре аласыздар. Тақырыпты бассаңыздар видеоның, сол жерде ашылады барлық описаниясы. Одан кейін енді бір ас қасық, менде 70%-лық уксус, сол уксустан бір ас қасық уксус қосып, жақсылап араластырам. Осы салатқа осы бір ас қасық уксус жеткілікті.
көп мөлшерде жасайтын болсаңыздар, онда 1,5 немесе 2 ас қасық толтырмай қоссаңыздар да болады. Келесі көк шөптерімізді турап аламыз ұсақтап. Менде кинза мен укроп деп айттым, бір пучок. Егер кинзаны ұнатпайтын болсаңыздар, мүлде қоспай қойсаңыздар да болады. Бізге отбасымызға ұнайтын болғандықтан мен қорықпай қоса беретін боламын. Жақсы дәм береді салатқа. Өзінің бір ерекше дәмі бар, сол ерекше дәммен салатты дәмді қылып тұрады. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай салатымыз өте әдемі, қою, сондай тәбетті ашатындай болып тұр. Осылай қайнатып алғаннан кейін 1-2-3 минут көкөністі салғаннан 1-2-3 минут қана қайнатамыз. Одан кейін бірден ыстық күйінде астындағы отты баяулатып, банкілерге құйып бірден жауып тастайтын боламыз салатымызды. Құрметті көрермендерім, сіздерге осы видео пайдалы болған болса, достарыңызбен бөлісіп, каналға тіркеліп қойды ұмытпаңыздар. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Осылай крышкасын жауып, брандалымен жақсылап жауып алғаннан кейін, көрпе жауып 1-2 тәулікке өзі суығанға дейін қалдырсаңыздар болады. Мінекей салатымыз өте дәмді, әдемі болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар.